Сәлем қыздар, бүгін түрік баклавасын жасайтын боламыз. Сүт, растительное масло, жұмыртқа, жылток, тұз, уксусымызды қосып жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды 4-5 бөлікке бөліп қосамыз. Толық рецептіні описаниеден қарай аласыздар. Дайын болған тестімізді 5 бөлікке бөліп тындыруға қойып қоямыз. «150 грамм ерітілген майымызды ситадан және салфеткадан өткіземіз. Оған растительное масло қосып араластырып аламыз. Енді сироп жасайтын боламыз. Қант, су және жарты лимон согын және лимонды да бірге 20 минут қайнатамыз. Начинкасына грецкий орех және белокты қосып жақсылап араластырып аламыз. Тындыған тестімізді жұп-жұқа етіп жаямыз. Тестіні жайғанда ұн емес, крахмал қолданатын боламыз. Жұқа қылып жайып болғаннан кейін дәл видеодағыдай етіп жинаймыз. Екі шетін ашып шығамыз. Және бір ас қасықпен начинкадан салып шығамыз. Екі жанын осылай шығарған тестімізбен жабамыз. Тестімізді кесіп аламыз және дәл видеодағыдай етіп жасаймыз. Артық тесталарды қырқып тастаймыз. Духовкаға салмай тұрып ерітілген майымызды құйып шығамыз. 200 грамм духовкада қызарғанша пісіреміз және ыстық күйінде сироп құямыз. Ас болсын.